қызды сыйла, сумкасын көтер, есікті ашып бер, жаңағы 8 марты туған күні болса құттықта, сыйлық бер, комплимент айтып бер, либо қыз сені сразу просто ни за что жақсы көреді, или ешқашан ешқандай әрекетің үшін сені жақсы көрмейді. Барлық ер адам әйелдерге жағу керек, ұнау керек. Сол үшін из кожи вон дегендей барыңды салып, қыздың артынан жүгіріп, көңілін табу керексің. Қазақтың ата-бабаларымыздың ертедегі моделіне қайту керек. Джентльмен деген сөздің аудармасы, егер кім білмесе, джентль деген мягкий, жұмсақ, мен деген мужчина, яғни мягкий мужчина, жұмсақ еркек деген сөзді. Ассалаумағалейкум жігіттер, бүгін қыздардың көңілін табу, яғни қызды өзіне қарату туралы әңгіме болады. Причем любой қызды. Бізге бала кезден көріп өскен баршамызға белгілі жаңағы барлық ер адамның жігіттердің осы формуламен вниманиесін алып жатады деген бір ясный бір картина бар. Ол қандай картина? Қыздың көңілін тауып жүрегін жаулап алу үшін көптеген қызға ұнайтын әрекеттер сен жасау керексің. Чем больше жасасаң, тем лучше. Қыз саған тезірек взаимно жауап беріп, өзін сүюге жаңағы доступ береді. Сосын бақытты боласыңдар деген концепция, формула бар. Бәріміздің басымызға бала кезден құйылып қойған. Бала кезден негізі бізді қалай үйретеді? Қызды сыйла, сумкасын көтер, есікті ашып бер, жаңағы 8 марты туған күні болса құттықта, сыйлық бер, комплимент айт, қыздың қандай әдемі екенін білдір. Сол кезде қыз саған сынады, в общем. Сосын бәрі жақсы болады. Енді осындай шаблонный жігіттің әрекетін бір ойын секілді алып қарасақ, басталды. Өзіңді қыздың орнына қазір қойып көр. Саған бір жігіт келіп, жоғарыда айтылған формула бойынша мен саған ұнау үшін және мені жақсы көруің үшін мен саған көп жақсылықтар, әрекеттер жасаймын, жақсы әрекеттер, сен жаққа қарай. Пока сен менің жақсы екенімді және мені де жақсы көретінімді мойындамағанша деген формуламен кесе. Яғни жігіт қызға осындай шаблон үйреншікті белгілі поведениені көрсетсе не болады? Ойын сол жерде тоқтайды. Неге? Өйткені бәрі белгілі, бәрі солай жасайды. Дальше ешқандай интрига жоқ. Бір нақты түсініп алған бір формула бар жігіттерге. Либо қыз сені сразу просто ни за что жақсы көреді, или ешқашан ешқандай әрекетің үшін сені жақсы көрмейді. То есть сені просто так жақсы көрмесе, сен қанша тырысып, жоғарыда айтқандай көп жақсылықтар жасап, өзіңді жақсы көрсетуге тырыссаң да, осы формулаға салсаң да, сені ешқашан жақсы көрмейді. Қашан мен сен үшін жақсы боламын, сен үшін бәріне дайынмын, саған жаңағы барымды берейін деген ойын басталғанда, екінші адамда сені жақсы деп мойындайтын, соны айтатын жоқ болады. Неге? Өйткені сенің самооценкаң, сенің бағаң, құның, оның уже қолында тұрды уже. Сен оқылып қойған кітап сияқтысың. И чем больше сен оған жақсылықтар жасасаң, ол саған сол жақсы деген статусты саған бермейді. Сені жақсы көрмейді сен қалағандай. Ответный жақсы сезім болмайды. Өйткені жақсылық бұл еркекте де, әйелге де жұмыс істейтін бір жаңағы қалайсы болады формула. Яғни сенің самооценкаңды қолында ұстаған адам ойынды тоқтатқысы келмейді ғой. Өйткені оған сен сияқты өкінішке орай ұлықтар көп пе, жақсылық жасайтын, сыйлықтар, внимание жасайтын, ақша беретін, комплимент жасап, табынып жүретін адамдар көп. Оған кім қарсы болсын? Бұның мысалы жаңағы Назарбаев атамыз кезінде қарсы дауыс берген сияқты ол сайлауда. Сен қанша қарсы болсаң да, барлық власть, билік, администрация ол сол адамның тақта қалуына заинтересован. Шешім бір адамның қолында тұр. Компьютерлік ойында жаңағы сол ойында жасаған разработчикті ұтып кетем деген сандырақпен тең ғой, мысалы дейді. Көп адамдар жылдар бойы жаңағы жұмыста бір саты жоғарылау үшін, карьерасы өсу үшін бастыққа жаңағы жағымпазданып, жоғарылатуын сұрап, күтіп жүреді. Ал бастықтар ол сұраған сайын көтермейді, жоғарылатпайды. Ал егер жоғарылатса, ақшасын көтерсе, ол адам не істейді? Расслабиться етіп, мастанып, жұмысын дұрыс алады. Сол үшін аз-маз өлместің жаңағы күнін көретін ақшаны беріп қойып, өз шаруаларын бітіріп отыра береді. Егер мен сіздердің алдарыңызда ұнаймын деп тырысып, жақсы көрініп, жаңағы мені жақсы көрсін деп, бір жақсы әрекеттер жасап, сіздерден бір құрмет күтіп, признание күтіп, сол үшін өзімнің қандай күшті эксперт екенімді айтып, оқыған жаңағы оқуымды, дипломымды, сертификаттарымды көрсетіп, ұстаздарыммен таныстырып, мысалы кейстерді көрсетіп, жігіттер шығарып, озып жасап жатқанша, мен қандай мықты эксперт екенімді қазір көрсеткенім жақсы да. Яғни, егер мен біреуге өзімнің мықты екенімді дәлелдеп бастасам, ол жерде тоқтау мүмкін емес. Мына вуз бар ғой, вуздың дипломы деген ол наркотик секілді екен. Ол қағаз сен ақымақ емес, топас емес екеніңді дәлелдейтін бір қағаз секілді, типа жоғары білімді деген статус. Қашан сен бірінші дипломды алғандағы келетін ой, бір диплом жеткіліксіз, тағы магистр керек, докторантура керек, екінші диплом керек, үшінші диплом болса вообще супер. Ал 4 диплом деген это вообще топ, екінің бір 4 диплом деген нағыз топ.
оны сосын 4 диплом алғаннан кейін оны да аз көресің. Егер адамды тоқтататын жаңа өзінің ішкі судьясы, высший разум дей ма, сондай бір күші болмаса, всегда оның дипломына, біліміне ну что дейтін адам табылады. То есть мен мына жерде жыртылып өзімді мақтап тұрсам, бір дебил келеді да маған, и что дейді, оқысам не болыпты дейтін бір адам табылады. Сол кезде мұнда біреуге бір нәрсе дәлелдеудің ешқандай мәнісі жоқ екенін түсіну керек. Бұл мысалдың бәрінен шығатын нәрсе біздің тақырыпқа байланысты. Яғни қашан сен жылдар бойы телевизор мен интернет келгелі бері батыстың идеологиясы дейміз ба, барлық ер адам әйелдерге жағу керек, ұнау керек. Сол үшін из кожи вон дегендей барыңды салып, қыздың артынан жүгіріп, көңілін табу керексің деген сенім барлық өлеңдерде, киноларда, сериалдарда, тіпті рекламаларда біздің жаңағы ата-ана, үлкен буындардың көрген, естіген жігіт деген джентльмен болу керек деген түсініктен жаңағы босап шығып, біздің қазақтың ата-бабаларымыздың ертедегі моделіне қайту керек. Жалпы табиғаттағы ер мен әйелдің функциясын, қарым-қатынасын түсініп білмей, сен сол джентльмен болып қаласың. Ал джентльмен деген сөздің аудармасы, егер кім білмесе, джентль деген мягкий, жұмсақ, мен деген мужчина, яғни мягкий мужчина, жұмсақ еркек деген сөзді. Ал еркектің жұмсақ болуы, көнбіс болуы кімге керек? Әрине әйелдерге керек. Неге? Өйткені көнбіс жұмсақ адамды басқару, пайдалану, айтқаныңды жасату оған оңай. Ал джентльмендерді кім дайындайды? Сол әйелдер тәрбиелейді. Жоғарыда айтқандай формула бойынша. Еркектің жұмсақ болуы табиғатта өзі қате сияқты. Бұл деген қатал болып, жаңа қабағың ашылмай бәріне айқайлап қырып жүру емес. Әр нәрсенің ортасы бар. Жаман адам мінезі жоқ адам дейді. Ал одан да жаман адам ол жаңағы контролировать ете алмайды дейді ғой, жаңағы қадағалай алмайды адамды дейді. Отбасына, жақындарына жұмсақ бол, бірақ өзіңдікін жібермейтіндей, тряпка болып, өзіңді пайдаланатындай, саған жоғарыдан қарайтындай, жаңағы қыздарға, әйел адамға орын көрсете алатындай мықтылық сенің бойыңда болу керек. Ол мықтылық сөзбен емес, салғаласып ұрсып емес. Ол сол бала кезден келетін тәрбиеден, үйдегі ата-ананың модель поведениясынан шығатын нәрсе. Ал енді біраз қыз сені пайдаланған болса, қыздармен сөйлесе алмай, төменгі позицияда тұратын сияқты сезінсең, қыздар саған жекке қарағанда емес, дос сияқты, бір туысы, інісі, ағасы сияқты қарайтын болса, онда сенде как раз сол джентльменский качество бар, сол үйреншікті формула бар. Ал оны өзгертпесең, тура сол көпшілік 99% еркектердің қатарында қалып қоя бересің. Әлемде тек бір ғана пайыз ер адамдар бар, еркек емес, ер адамдар бар. Екі бөлек түсінік, айыра білу керек. Яғни өзінің табиғи жаңағы ер адамның функциясын білетін, дұрыс тәрбиеленген, өзін ер адам ретінде сезініп, сол арқылы жүріс-тұрысымен әйелдердің мысын басып дейді. Қыздар оны көргенде оған артық сөз айтуға, сонымен салғасып ұрсуға, мінезін көрсетіп, оны жаңағы пайдалануға, айдауға көнбейтін ер азаматтар екенін сезеді. Ол ешкімге еш нәрсе дәлелдемейді, оны адамдар просто сезеді. Міне осындай деңгейге шығу қазақтың жігітінің басты мақсаты болса екен деген ниетім бар, және сол үшін де осы тақырыпта көптеген ақпараттар алып, оны тексеріп жатырмыз. Сондықтан кім өзін осындай 1% ерлердің қатарынан көргісі келсе, төменге телефон нөмірін қалдырсын, біз хабарласып шарттарын айтатын боламыз. Бүгінгі видео осы. Пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, келісем, келіспеймін деп өз ойыңды білдір, және достарыңа тарата жүр. Подписаться кнопкасын басып, келесі қызықты, керекті, пайдалы видеоларды құр қалып қалмас үшін тіркеліп қоюды сұранамыз. Келесі кездескенше сау саламат.